Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге торттардың өзінің бағасын есептеу әдісін, яғни калькуляцияны үйрететін боламын. 23-24 диаметрлік бубипай тортына қанша грамм зат кететінін жазып алдық. Граммдарының бағасын есептедік. Мысалы, 1 килограммын 400 теңге, қант 350 теңге, жұмыртқаның бір штугы 60 теңге. Осылай барлығын жазып алдық. Какаоның 20 грамм пайдаланамыз. Какаоның килограммы 1100 теңге. Енді осының өзінің бағасын есептеп шығарамыз. 400 грамм ұнның 170 граммын аламыз. 170 граммды 17% деп белгілеп аламыз. Қанттың 1 килограммы 350 теңге. Енді 170 грамм пайдаланамыз, оны да 17% деп есептеп аламыз. Жұмыртқа бір штугы 60 теңгеден есептемейміз. Какаоны килограммен алған болатынмын. Килограммы 1100 теңге. 20 граммын пайдаландық, 2% деп аламыз. Қопсытқыш разрыхителдің оны да килограммен алған болатынмын. 1% дейміз 10 граммын. 80 грамм сарымайды 8%. Шоколад 100 грамм Қазақстанды 500 теңгеге алған болатынмын. Енді крем мен ганашын есептейміз. Шоколад 50 грамм. 100 грамм Қазақстан шоколады 500 теңге, соны 50% деп аламыз. Сары май 30 грамм 3% есептеп аламыз. Сливки 1 литрі 2200 теңге, 33%дық. Енді оны 50% деп аламыз. Сахарная пудра 1 килограммы 700 теңге, 100 граммын аламыз, 100 граммын 10% деп аламыз. Яғни пайдаланатын граммдарыңызды процентпен есептеп аламыз. Барлығын осылай процентпен есептеп аламыз. Калькуляторға 400 грамм деп жазып, 17%-ін жазсаңыздар, сол баға кеткен шығатын болады. Қантымыз 400 теңге, соның 17%-ін есептейміз, 68 теңге. Қантымыз 350 теңге килограммы, 350-дің 17%-ін есептейміз, 59-да 5 теңге. Жұмыртқаны 60 теңгені 4-ке көбейтеміз. 1100-дің 2%-ы 22 теңге. 1600-дің 1%-ы 16 теңге. 80 грамм сарымай 8% деп алдық. Килограммы 1000 теңгеден таза сарымай 80 теңге. Қазақстан шоколад өзі 100 граммы 500 теңге. Ганашына 50 грамм шоколад 250 теңге. 50%, сарымай 30 грамм 30 граммы 30 теңге болды. Барлық кремді осылай есептеп аламыз. Міне, коржға бізге 985-те 5 теңге кеткен, ганашқа 280 және де кремге 2220 теңге кеткен. Барлығы 3485-те 5 теңге. Расход осы 24 диаметрлік бубипай тортына кетіп тұр. Жалпы салмағы 2-2,5 келедей болады. Енді торттың өзінің бағасы 3485 теңге. Енді 50% өзіміздің еңбегімізді қосамыз. 10% көміслуға қосамыз. Свет, су, газ барлығын есептейтін боламыз. Және оформлениеге қанша кетті? Клубника пайдаландыңыз, немесе бетіне сахарная пудра септіңіз, барлығын оформлениені бөлек есептеп жазамыз. Оформлениеге қанша зат кетті, барлығын граммен есептеп алып отырсаңыздар жақсы. Клубника қостыңыз, қыс кезінде клубника қымбаттау болады. Топперлер, түрлі свечалар клиенттің қалауына қарай қосқан болсаңыздар, барлығын оформление жазып аламыз. Мен жалпы есеппен 500 теңге қостым. Коробка, подложкаға жалпы есеппен 500 теңге, доставкасіне 500 теңге қостым. Енді 3485 теңге торттың жалпы шығыны. Енді соған оформление, коробка, доставка үшеуі 1500 теңге қосып аламыз. Енді осыны бір есептеп аламыз. Бізде 4985 теңге шықты. Жалпы 50% өзіміздің жұмысымыз 2493 теңге, 10% көміслуға
барлығы 7.980 теңге шығып тұр. Еңбегімізді, күн услуганы барлығын қосқан кезде осы баға шығып тұр. Жасаған тортыңызды осы бағада шамамен сатасыздар, сонда есеп бойынша осындай баға шықты. Өз еңбектеріңізді бағалаңыздар. Калькуляцияның басқа әдісін білсеңіздер, комментария бөліміне жаза кетіңіздер. Менің каналымда басқа да калькуляцияның оңай түрлері бар. Сау болыңыздар.